Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін физикада ең үлкен тарау механиканың кинематика тақырыбымен танысатын боламыз. Енді механика деген физикада ең үлкен тарау болып табылады, және де ұбт-да осы механикадан басқа тарауларға қарағанда өте көп есеп келеді. Сондықтан біз бұны кеңінен қарастырамыз. Ендеше кеттік. Механика дегеніміз не? Жалпы механика деген материалдық денелердің механикалық қозғалысын және өзара әсерлесуін зерттейтін ғылым. Яғни қозғалысты зерттейді. Механикалық қозғалыс деп уақыт өтуіне орай дененің басқа денелерге қатысты кеңістіктегі орнын өзгертуі. Яғни механикалық қозғалыс болу үшін уақыт өту керек және орын ауысу керек, орын өзгеру керек. Мысалға, мен мына орында отырмын, уақыт өтіп жатыр. Бұл бізде механикалық қозғалыс болып табылмайды. Ал уақыт өтіп жатыр, мен ана жаққа су ішуге барып келдім, мысалға. Бұл бізде механикалық қозғалыс болады. Себебі уақыт өтті, орын өзгерді. Түсіндіре алдым ғой. Ендеше кеттік. Механика осындай бізде 3 бөлімнен тұрады: кинематика, динамика, статика деген. Бұл бізде бірінші кинематиканы қарастырамыз біздер. Кинематика жаңағы дененің қозғалысын, қандай жылдамдықпен жүріп бара жатыр, ол қандай үдеумен кетіп бара жатыр, қандай уақыт кетті деген секілді сұрақтарға жауап береді. Ал динамика сол бір дене болсын, мысалы доп болсын, доп қозғалып жатыр, иә, оған қандай күш әсер етіп жатыр, оған кім әсер етіп жатыр, неге қозғалды деген секілді себебін қарастырады. Ал статика бұл бізде тепе-теңдік күйін қарастырады. Мысалға, мынадай бір тау болсын, тауда бір тас тұрсын. Мынау тас елестетіңдер. Және тас қозғалып бара жатса, егер таудан құлап бара жатса, бұл бізде қозғалыс болып табылады, және қандай жылдамдықпен кетіп бара жатыр, қандай үдеумен кетіп бара жатыр деген секілді ұғымдарды зерттейтін бұл бізде кинематика болып табылады. Оның жылдамдығын, қандай уақытта құлайтынын зерттейтін. Ал динамика деген бұл тас не себепті қозғалды деп қарастырады. Мысалға, бір бала теуіп жүрді бұны, я болмаса бір жел әсер етті, я болмаса бір күш әсер етті деген секілді себеп салдарын қарастырады динамика. Ал статика бұл не себептен құламай тұр, қандай күштің арқасында бұл тепе-теңдік күйін сақтап тұр деген секілді сұрақтарға жауап береді. Түсіндіре алдым деген ойдамын. Ендеше кеттік. Кинематика деген жаңа айтып кеткендей, дене қозғалысының геометриялық қасиеттерін зерттейтін механика бөлімі. Яғни геометриялық қасиеттеріне жаңағы траектория, орын ауыстыру деген секілді, жол, уақыт деген секілді ұғымдарды жатқыза аламыз. Енді кеттік. Траектория деген не? Бірінші, траектория деген дененің қозғалыс барысында қалдырған ізі. Мысалға, бір адам кетіп бара жатыр, жалая кетіп жатқан екен, астында із қалған, да? Бұл із бізде траектория деп аталады. Мысалға, қардың үстінде бір қоян кетіп бара жатсын, және қоянның ізі қалсын. Бүйтіп сала салайық. Қоян ба, құс па, білмеймін тіпті. Қоян ізін сала алмай қалдық қой. Білмеймін, әйтеуір түсіндіңдер ғой, осындай бір із қалды. Бұл із бізде траектория деп аталады екен. Мысалы, мына ручка тұр ғой, ручканың артынан біткен із қалып жатыр, иә? Бұл бізде траектория. Бізде физика осы траектория деп қарастырады екенбіз. Түсінікті болды деген ойдамын. Кеттік. Енді келесі. Жүрілген жол. Енді жүрілген жол дегеніміз жаңа траекторияның ұзындығы. Мысалға, мына самолеттің артынан траектория қалдырған, және осының ұзындығын өлшейтін болсақ, бұл бізде жүрілген жол болып табылады. Жаңа мына із бар ғой, мына іздің ұзындығын өлшейтін болсақ, қанша метр, қанша километр деген сияқты қарастыратын болсақ, бұл бізде жүрілген жол болып кетеді екен. Түсінікті ғой. Жаңа мына траекторияның ұзындығы бізде жүрілген жол болып табылады. Енді кеттік. Орын ауыстыру. Орын ауыстыру деген траекторияның бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын түзу сызық дейді. Қараңдар, траектория бастапқы нүктесі мына жерде тұрсын, А деп белгілейік, және соңғы нүктесі В деп белгілейік, мына жерде болсын. Мысалы, Болат дейтін бір бала үйден шығып, бұлай мектепке барсын. Мектепке барды. Соңғы нүктесі В. Енді орын ауыстыруын тап дейді. Орын ауыстыру деген бастапқыда қайда болды, соңғы нүктесі қайда болды. Сол екеуін бүйтіп тіке қоса қояды екенбіз. Тіке түзу сызықпен қоса қояды екенбіз. Сонда бізде бұл орын ауыстыру болып табылады екен. Бұл орын ауыстыру. Орын ауыстыру. Ал мынау бағана жүрілген жол, траектория деп аталады. Жүрілген жол. Түсінікті болды деген ойдамын. Так, мысалға, бастапқы нүктесі осы болсын, бір бала бүйтіп былай барды делік. Бір досының үйіне барды. В нүктесі. Енді осының орын ауыстыруын тап дейді. Не істейміз? Бастапқы нүктесі мен соңғы нүктесін түзу сызықпен қоса саламыз. Ал былай болсын. Бірінші
Айдос деген бала үйінен шықсын, и мектепке бара жатады. Мектепте сабақ болмайды дейді, кері қайтып келеді ол бастапқы орнына. Бұндай жағдайда бізде орын ауыстыру болмайды. Неге? Себебі ол орын ауыстырған жоқ, бастапқыда қайда болды, сонда қайтып келді. Бұл жағдайда орын ауыстыру болған жоқ. Бастапқы орнына кері қайтып келді себебі. Бұндай жағдайда бізде орын ауыстыру 0-ға тең болады. Орын ауыстыру болмайды, яғни 0 деп жазады екенбіз. Түсінікті болса, енді кеттік. Есептер шығарайық. Спортшы 400 метр қашықты жүгіріп өтіп, қайтадан мәреге оралғандағы жолы мен орын ауыстыру дейді. Спортшы болсын бір 400 метр қашықты жүгіреді екен, және қайтадан мәреге оралады дейді. Кері қайтып келеді екен. 400 метр жүгіреді, және кері қайтқанда да 400 метр қайтады, себебі бұлай 400 метр, бұлай 400 метр. Сонда жүрген жол қанша болады? 800 метр болады. Себебі бірінші 800 жолын сұрап жатыр, қараңдар, жолын. Сосын орын ауыстыруын сұрап жатыр. 800. Ал орын ауыстыру қалай болады? Бастапқыда қайда болды? А нүктесінде болды, соңында да А нүктесіне кері қайтып келді. Бастапқы нүктесі де, соңғы нүктесі де осы бір нүкте болғандықтан бізде орын ауыстыру 0-ге тең болады. Бұндай жауап бізде Д вариантында тұр. Кеттік. Келесі есеп: жер бетінен 1 метр биіктегі доп тағы 2 метр вертикаль жоғары лақтырылып жерге құлады дейді. Доптың жолы мен орын ауыстыруын тап деп жатыр. Қараңдар, мынау жер болсын. Жер сызып қояйын. Жер бетінен 1 метр биікте дейді. Қараңдар, мынау жердің өзінен 1 метр биікте тұр екен. Өйткені 1 метр биікке қойып қояйық допты. Мынау доп болсын. Және тағы 2 метр вертикаль жоғары лақтырылды дейді. Тағы 2 метр жоғарыға лақтырамыз дейді. 2 метр лақтырылып, жерге құлайды. Қараңдар, бастапқы орнына емес, жерге құлайды. Жерге құлады міне. Туп деп мына жерге түсті. Мына жер 1 метр бізде. Ал жоғары көтерілген 2 метр бізде. Енді доптың жолы мен орын ауыстыруы. Қараңдар, доп қандай жол жүрді? Бірінші 2 метр көтерілді, 2 метр жүрді, және кері құлағанда ол жерге түсті. Қараңдар, мына жер 1 метр, мына жер 2 метр, сонда барлығын қосамыз. 2-ге 2 қосамыз, 4 болады, және 1 метрді қосамыз, 5 болады. Сонда 5 метр жол жүреді екен. Ал орын ауыстыру бізде, қараңдар, бастапқы нүктесі мен соңғы нүктесінің арақашықтығы қанша болды? 1 метр болды. 1 метр. 5-те 1 дейтін бізде А вариантында тұр екен. Кеттік, келесі. 4 метр биіктікке терезеден лақтырылған тас үйдің қабырғасынан 3 метр қашықтыққа түсті дейді. Тастың орын ауыстыру модулі. Қараңдар, біткен жер сызып қояйын. Бір үй салайық бүйтіп. Түсінікті болу үшін енді сендерге. Терезеден бір тас лақтырады қазір бір бала. Самат дейтін бір бала лақтырады. 4 метр биік болсын, терезе 4 метр биік екен. Үйдің қабырғасын Үйдің қабырғасын 3 метр биіктікке лақтырғанда мына жерге барып түседі екен. Туф деп жерге түсті. Бұл қабырғасынан 3 метр қашықтықта орналасқан. Қараңдар, 3 метр. Мына жер 3 метр, мына жер 4 метр. Енді тастың орын ауыстыру модулі дейді. Орын ауыстыру дейтін бастапқы нүктесі мен соңғы нүктесін қосатын түзу сызық. Енді қараңдар, бұндай жағдайда бізде 3 бұрыш пайда болады. Мына жер 4 метр, мына жер 3 метр, және мына гипотенузасын тап деп жатыр, орын ауыстыру деген. Енді бұны қалай табамыз? Бұны біз Пифагор теоремасымен табамыз. Қараңдар, мына x-ті табу үшін 4-тің квадратын қосамыз, 3-тің квадратына 9, және төбірасына аламыз. 16-ға 9-ды қоссақ 25 төбірасына бізде 5 болып шығады. 5 метр. Мұндай жауап бізде С вариантында тұр. Кеттік, келесі. Радиусы 30 метр шеңбер ұзындығының жартысын велосипедші белгілі бір уақытта жүріп өтті дейді. Осы уақытта жүрген жол мен орын ауыстыру дейді. Бұл шеңберге келген есеп екен, қараңдар. Алдай бір шеңбер сайын нетіп. Және осының радиусы 30 метр дейді. Қараңдар, 30 метр шеңбер. 30 метр. Осының жартысын жүреді екен, қараңдар. Велосипедші тұрсын мына жерде. Осы шеңбердің жартысы деген ол мына жер, жартысын жүрді. А нүктесі оның бастапқы, және В нүктесі. Осы жерге тұрған екен велосипедшіміз.
Осы уақытта жүрген жолы дейді. Енді жүрген жолын табу үшін қараңдар, шеңбердің ұзындығының формуласын еске түсіреміз өткен сабақтағы. Шеңбердің ұзындығының формуласы бізде 2πr, иә? 2πr мен табылады. Есте сақтап жүріңдер. Енді қараңдар, бізде жартысын жүріп тұр. Бұл адам бізде велосипедші жартысын жүріп тұр, қараңдар, шеңбердің жартысын. Сондықтан біз мына шеңбердің толық ұзындығын 2-ге бөлеміз. Сонда бізде жартысының формуласы шығады, қараңдар. 2πr бөлінген 2 дейміз. Неге? Себебі жарты шардың ұзындығын табу керек бізге. Сол себепті 2-ге бөліп жатыр. 2 мен 2 қысқарып кетеді, πr болады. Пи деп отқанымыз бізде 3/14-ке тең. Есте сақтап жүріңдер. L тең 3/14 және r деп отқанымыз радиус жаңағы 30. 30-ға көбейтеміз. Сонда бізде 94-те 2 болады примерно. 94-те 2 метр болады. Енді бізге не тап деген? Жүрген жолын тауып алдық. 94-те 2, бұл примерно В вариантында тұр. Және орын ауыстыру дейді. Орын ауыстыру деген бастапқы нүктесі мен соңғы нүктесін қосатын түзу сызық деп айттым, иә? Бұлай қоссақ, не пайда болды бізде? Диаметр пайда болды, қараңдар. Диаметр деген радиустың екеуі, иә? Мына жер 30 болса, мына жерде 30, демек орын ауыстыру бізде 60-ға тең. Ол В вариантында тұр екен. Түсінікті болса, кеттік келесі сеп. Шеңбер бойымен қозғала отыра, ұзындығы 109 км жолды автомобиль 2 рет жүріп өтті дейді. Автомобильдің жүрген жолының ұзындығы орын ауыстыруының модулі дейді. Тағы да шеңбер сызайын бүйтіп. Бір автомобиль тұр, міне автомобиль 109 км жол дейді. Мына шеңбердің ұзындығы 109 екен, 109 км екен. Соны 2 рет жүреді екен, қараңдар. Бір рет жүрді 109, екінші рет тағы жүрді 109. Сол бастапқы нүктесіне кері тоқтап қалады екен. Сонда 109 2 рет жүріп тұр, демек 2-ге көбейтеміз. S жүрген жолымызды тауып отырық. Көбейтсек неше болады? 218 метр болады. Неге? Себебі 2 рет жүріп тұр, иә, бұл шеңберде 109 км-ден. Және автомобильдің жүрген жолының ұзындығын тауып тұрық. Енді орын ауыстыру дейді. Орын ауыстыру, қараңдар. Бастапқы нүктесі осы жер болды, осы нүкте болды. Және соңғы орын ауыстыру да осы нүкте болып тұр. Бастапқы нүктесіне кері қайтып кетіп тұр. Ондай жағдайда орын ауыстыру бізде 0-ге тең деп айттым, иә? Ондай жауап бізде В вариантында тұр. Кеттік келесі. Бізде материалдық нүкте деген ұғым бар. Физикада материалдық нүкте өлшемдері мен пішінін ескермеуге болатын нүкте дейді. Яғни сендер картаға қарасаңдар, мысалға бір қалаға шығайын деп жатсыңдар. Бір қалаға барғанда картаны ашсаңдар, нүкте ретінде қарастырады, иә, бір нүкте болып тұрады, мысалға бір нүкте болып тұрады. Ол салыстырып жатқан аралық өте үлкен болған жағдайда, мысалға бір пойыз шығып бара жатыр жолға, ол пойыздың ұзындығын ескермейді, оны нүкте ретінде қарастырады. Мысалға Москвадан бір Астанаға ұшақ ұшып бара жатсын. Ол ұшақтың біз ұзындығын есептеп отырмаймыз. Оны біз нүкте ретінде қарастырамыз. Неге? Себебі ол аралық өте үлкен, иә, өте үлкен болғандықтан нүкте ретінде қарастырамыз. Мысалға мына карта, иә, картадан бір Атырау қаласы делік, мысалға. Атырау қаласы нүкте болып тұрады, иә. Бұл да бір материалдық нүкте ретінде қарастырады. Онда бір көлікті барлығын ұзындығын есептеп отырмайды, нүкте ретінде қарастырады. Осындай ұғым. Енді кеттік. Есеп шығарайық теориялық. Дене материалдық нүкте мына жағдайда бола алады дейді. Ұшақ Астанадан Москваға ұшып келді дейді. Иә, қарастыраламыз, себебі аралық бізде салыстырып отқан денеден өте үлкен, иә, бұл бола алады. Келесі, ұшақ өлі тұзақ сызып жүр дейді. Өлі тұзақ деген ол былай айналып жүреді ғой, иә, ұшақтар былай ұшып жүреді ғой, бұралып. Бұны біз қарастыра алмаймыз. Неге? Себебі мұндай жағдайда оны нүкте ретінде қарастырсақ, ол басқа ұшақтарға түйісіп қалуы мүмкін. Ал келесі, коньки тебуші мәре сызығын кесіп өтті. Бұлда да мәре сызығын кесіп өтті десе, мысалға бәлең адам, көп адам коньки жарысына қатысып жатыр, мысалға. Олардың мәре сызығын қайсысы бірінші кесіп өтеді? Бұндай жағдайда оларды материалдық нүкте ретінде қарастыратын болсақ, шатасып кетеміз, иә. Кім бірінші кесті дегендей. Ал оны біз материалдық нүкте ретінде қарастыра алмаймыз сол себептен. Бізде тек бір дұрыс екен. Ол Д вариантында тұр. Кеттік. Дене материалдық нүкте бола алады. Трактордың топыраққа түсірген қысымын есептегенде дейді. Бұл қате ұғым.
зымыранның биіктігін анықтағанда мүлдем қатысы жоқ. Так, жердегі ұшуды басқару орталығынан ғарыш кемесінің қозғалысын бақылағанда дейді. Иә, бұл дұрыс. Себебі ұшақ бір ғарыш кемесінің қозғалысын бақылағанда нүкте, андай радар болады ғой. Радардан бір нүкте ретінде тұрады, бір нүкте, бір ғарыш кемесі мына жақта қозғалып бара жатыр, мына бағытта қозғалып бара жатыр дегендей. Киноларда болады ғой, радарды көрсетіп тұрады, бір нүкте келе жатыр деген секілді. Бұны қарастыра аламыз. Кеттік, келесі өлшеуіш цилиндрді қолданып болат шардың көлемін анықтаған кезінде дейді. Бұл да қатысы жоқ, тек С варианты дұрыс болады екен. Енді баршаңызға түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі тақырып осы. Енді келесі кездескенше сау болыңыздар.